Biz sizге абореген емеспіз Африкадағы. Ештеңе түсінбейтін. Ойнамаңыз. Ондай. Күліп бізді, менсінбей. Бұл парламент. Бұл халықтың өкілі осы жерде отырғандардың бәрі. Халық сайлаған. Біздің өзіміздің компаниямызды біз есептейміз ғой. А неге мемлекеттік тілде ол жерде басымдылық берілмейді? Ең болмаса үйде дейді құлыңдар. А ол жерде бар болған 10% болу керек. Әр кеткенде. Мемлекет тілдің үлесі мультимедиясында. Сондықтан Фостер мырза, сіз парламентке бірінші рет келіп отырсыз. Сізге бір-ек қана сұрақ қойылды. Бірақ сіз мына Қазақстан территориясына келгеннен кейін бірінші кезекте Қазақстанның азаматтар мүддесі қорғауыңыз керек. Қазақстанның заңын сыйлауыңыз керек. Осы жерде жағдай жасауыңыз керек. Ақшаны бәріміз де жақсы көретін шығармыз, бірақ сіз пайда көреміз деп